Менің атым Ақын Жақсылық, Талдықорған қазақ-түрік лицейін 2009 жылы бітірдім. Жасым 24-те. 2010 жылы Сингапурдағы Наньян технологиялық университетінің физика мамандығына түстім. Болашақ бағдарламасымен оқыдым. Сосын тәжірибемді шыңдау мақсатымен 2013-2015 жылдар арасында ғылыми зерттеумен сол оқу ордасында айналыстым. Өткен жылы Қазақстан дүниежүзілік құрамасын дүниежүзілік физика олимпиадасына дайындадым. Мұғалімдік жолымды Қарағанды білім инновация лицейінен бастап отырмын. Кішкене кезімнен бері ғылымға деген қызығушылығым бар еді. Ал ғылымның қозғаушы күші мұғалімдік. Үлкен сыныптар кішкене сыныптарға олимпиададан сабақ береді. Мен де сөйтіп сабақ берген кезде мұғалімдіктің қандай керемет бір мамандық екендігіне тамсандым. Сосын үлкен сыныпқа барғанда мұғалім болам деп шешімге келдім. Және де біздің елбасымыз заманның талабына сай үш тілдік идеясын ұсынып отыр. Мен де Қазақстан Республикасының азаматы ретінде өз үлесімді қосқым келеді. Мұғалімдік менің күткендігімнен де қызықты болып шықты. Себебі, егер сіз бір істі жақсы көрсеңіз, онда ол іс сізге оңай және қызықты болады. Мұғалімдіктің алғашқы күнінде менде бір ерекше сезім пайда болды. Себебі, не дегенмен оқушыларға бір нәрсе үйрету деген адамға бір керемет қуаныш сыйлайды. Менің өмірлік ұстанымым пунктуальдық, яғни бір істі уақытында бітіру. Бұл жақсы қасиетті сингапурлық профессорларымнан үйрендім. Олар өздерінің уақыттарын еш зая етпейтін, бүкіл істері планмен, уақытымен орындалатын, бүкіл істерін уақытымен орындайтын. Маған осы мінез құлықтың қатты ұнағаны соншалық өзімнің өмірлік ұстанымым ретінде таңдадым. Сингапурлықтар балаларының біліміне қатты мән береді. Кішкене жасынан бастап қай салаға бейім, немесе қай мамандық иесі болса керек, соған арнайы дайындап, өзінің ата-аналары әсіресе өте жақсы қолдау көрсетеді. Ал өкінішке орай бізде мамандық туралы тек 11-ші класста ойлана бастайды. Менің олимпиадада жеткен жетістігімнің шыңы 2009 жылғы дүниежүзілік физика олимпиадасындағы алтын медаль. Ол олимпиада Мексика мемлекетінің Мерида қаласында өткен еді. Менің ойымша, олимпиадниктің ең басты қағидасы ол бір қалыпты систематикалық түрде дайындалу. Негізі әрбір жетістіктің сыры осы принципте деп ойлаймын. Сингапурға алғаш барған кезде автобус аялдамасына барып, автобусымды күтіп, сол автобус келесін жаққа қарап тұр едім. Сөйтсем, бүкіл елдер, бүкіл сол жерде тұрған жұрт маған қарап тұр. Сосын қобалжи бастадым. Денемде бір сатпақ кірі бар ма деп, әрі-бері денемді қараймын. Сөйтсем, елдер автобусты күтіп тұр екен, автобус келетін жаққа қарап тұр екен. Ал Сингапурда транспорт сол жақтан жүреді, бізде оң жақтан жүреді. Мен оны басында барғанда білмеген едім. Сондай бір қызықты оқиға болды. Менің студенттік өмірім шетелде өтті. Өйтіп біз апта соңы келе жатсақ, бір жақсы жаңалық естідік. Сөйтсек, көрші ел, яғни Малайзияның астанасы Куала-Лумпурда қазақ кафесі ашылыпты. Соны естіген біз студенттер барлығымыз жиналып, 350 километр жердегі қазақ кафесіне барып дәм татуға шешім қабылдадық. Сөйтіп сол өзіміздің қазақ дастарханын дәмін татып, мәз болып, енді бұл айтқанымды шетелде оқып жүрген студенттер өте жақсы түсінеді.